Саламатсыңдар ма балалар? Қалдерің қалай? Сабақтарыңды қалай орындап жатсыңдар? Онлайн сабаққа үйреніп жатырсыңдар ма? Бүгін бізде қазір қазақ тілі сабағы. Қазақ тілі сабағын бастамас бұрын ең алдымен бұған дейін осы бүгінге дейін етістік туралы не білесіздер, нені үйрендіңіздер, соған сәйкес мына меңзердің бағыттарын толтырсаңыздар деймін. Біреуін толтыра алсаңыздар, біреуін толтырыңыздар, екеуін толтыра алсаңыздар, екеуін, үшеуін де толтыра аламын десеңіздер, үшеуін де толтыруыңызға болады. Дәл қазір видеоны стопқа қоя тұрып, осы жердегі меңзердің бағытын толтыра қойыңыздар. Заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретінін, не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап беретін, екі сызықпен сызамыз деген секілді осындай жауаптарды жазсаң, өте жарайсың, сен көп нәрсені игерген екенсің. Ал егер сенікі толық емес болса, әлі де толтырамыз сабақ барысында. Сол себептен мұқият тыңдап, әрі қарай сабағымызды бастайық, балалар. Бүгінгі сабақтағы мақсатымыз өлең шумағындағы мәтіндегі етістіктерді сұрақ қою арқылы табу. Яғни өлең шумағында кездесетін және мәтінде кездесетін етістіктерді сұрақ қою арқылы табуымыз керек. Бұл мақсатқа жету үшін келесі тапсырманы орындауды ұсынамын, балалар. 11-ші жаттығу сіздердің кітаптарыңыздың, оқулықтарыңыздың 74-ші бетінде орналасқан. Бұған сәйкес дескриптор. Бірінші мәтінді оқып шығасыздар, содан кейін не істедік, немесе қайтеді деген сұрақтарының біреуіне жауап беретін сөздерді табасыңдар, содан кейін етістіктердің астын екі сызықпен сызып шығасыңдар. Яғни тапқаннан кейін көшіріп аласыңдар, көшіргесін осы етістіктердің астарын екі сызықпен сызып шығасыңдар, балалар. Мысалы, екі бала тоғайға бардық. Не істедік? Бардық. Етістік қай жерде кездесіп тұр? Сөйлемнің соңында. Аңғарыңыздар, балалар. Етістік сөйлемнің соңында кездесіп тұр. Етістікті екі сызықпен сызамыз. Не істедік деген сұраққа жауап беріп тұр. Келесі қараңыздаршы. Қарағайдың түрлі өсімдіктердің жұпар иісі мұрныңды жарады. Қайтеді? Жарады. Не істеді деуге сұрақ қойылады. Жарады. Таптық. Астын екі сызықпен сызамыз. Енді жаңағы екі мысалды келтірдім, екі сөйлемді. Қалған сөйлемдерді өздеріңіз де тауып орындап көріңіздер. Енді қараңыздаршы, бардық, жарады деген сөйлемнің қай жерінде кездескен? Соңында кездескен, сөйлем соңында. Мәтіндерде, сөйлемдерде етістік сөйлемнің соңында кездесетінін аңғарып біліп жүрейік. Келесі мақсатымызға қол жеткізетін тапсырма бұл 12-ші жаттығу. 12-ші жаттығу 75-ші бетте оқулықтарыңыздың. Бұған сәйкес дескриптор бірінші өлеңді жаттап аласыздар. Бұл өлеңге ат қоясыздар. Өлеңді жатқа жазып, жатқа жазғаннан кейін барып өзімізді тексереміз. Тексергенде қандай қателіктер кеткенін ескеріп, сол қателіктерді жібермеуге және де жіберген қате сөздерімізді дұрысын есімізге сақтап аламыз. Және де етістіктердің астын екі сызықпен сызып шығамыз. Мысалы, бірінші өлең жолын оқиын. Ақ қанатты шағала. Бұл жерде етістік бар ма? Етістікті мақсатымызда айттық. Сөйлемде, мәтінде, өлең шумақтарында етістікті сұрақ қою арқылы табуымыз керек. Яғни біз етістікті табу үшін сұрақ қоюымыз керек. Етістіктің сұрақтары қандай? Не істеді, не қылды, қайтты. Ал енді мына ақ қанатты шағала деген өлең жолында не істеді, не қылды, қайтты деген сұраққа жауап беретін сөз бар ма? Жоқ, жарайсың. Қалықтайсың жағада. Екінші өлең жұмағында бар ма? Өлең жолында.
не істейсің? Қалықтайсың. Яғни қалықтайсың деген етістік. Екі сызықпен сызамыз. Етістік екенін сұрақ қою арқылы таптық. Енді мұқият қараңыздаршы. Етістік өлең шумағында қай жерде кездесіп тұр? Басында кездесіп тұр екен, мына өлең жолының басында. Жағада қалықтайсың деп тұрған жоқ. Өлең шумағы ұйқасу үшін қалықтайсың жағада деп етістік басында кездесіп тұр екен. Ал мәтіндегі, сөйлемдегі етістік қай жерде кездеседі? Соңында кездессе, өлең шумақтарында ортасында, басында, соңында да кездесе береді. Ол үшін міндетті түрде біз сұрақ қою арқылы табамыз, балалар. Келесі мақсатымызға қол жеткізетін тапсырма бұл бізден 13-ші жаттығу. 13-ші жаттығуды ертегіні есіңе түсу үшін мына видеоға көңіл бөлуіңді сұраймын. Так, бұл түлкі мен ешкі ертегісі. Ертегі. Бір күні түлкі келе жатып, абайсызда бір терең құдыққа түсіп кетіпті. Шыға алмай тұрғанда, бір ешкі су іздеп жүріп, әлгі апанға кез болып түлкіні көрді. «Ей, түлкі батыр, не қылып тұрсың?» депті. «Ой, не қыласың, жаным жай тауып тұр. Қырда әрі сусап, әрі ыстықтан өліп едім. Құдықтың іші әрі салқын, әрі түбінде тұп-тұнық су бар екен», дейді түлкі. Оны естіп ешкі: «Мен де салқындайын, әрі су ішейін», деп ойлап, секіріп құдыққа түсіпті. Сонда түлекең ешкінің үстіне секіріп мініп, онан мүйізіне шығып, далаға ырғи жөнеліпті. Сөйтіп жөніне кетіпті. «Өтірікке алданба, басың бәлеге душар болады» деген осыдан қалыпты. Так, жақсы, естеріңізге түссе, егер түсінбесеңіздер, тағы да видеоны қарап алуларыңызға болады, айналдырып кері. Жақсы, енді осы видеоны қарап алғаннан кейін түлкінің апанға түсуі сіздердің қолықтарыңызда мына 3 сурет қойылған. 3 сурет бойынша сіздер жоспар құрасыздар. Мысалы, түлкінің апанға түсуі, келесі 2 сурет бойынша, 3 сурет бойынша жоспар құрасыздар. Ертегі сені неге үйретті, соған жауап жазасыздар. Және де видеода кездескен етістіктерді теріп жазасыздар. Видеода дегенім жерде қате кеткен, айып етпеңіздер. Видеода кездескен етістіктерді теріп жазасыздар. Кем дегенде 5-еуін жазсаңыздар болады. Барлығын жазып жатудың қажеті жоқ. Кем дегенде 5-еу. Енді өз-өзімізді тексерейік. Егер етістік нені білдіреді деген сұраққа жауап берсең, 1 балл. Етістік қандай сұраққа жауап береді деген сұраққа жауап берсең 1 балл. Оқушы кітап оқыды деген сөйлемде етістікті тап, бұған жауап берсең 1 балл. Сөйлемнен немесе өлең шумағында етістікті қалай табамыз? Яғни сұрақ қою арқылы табамыз. Мен жауап беріп қойдым 1 балл. Етістікті неше сызықпен сызамыз деген сұраққа жауап берсеңіздер, тағы да 1 балл өздеріңізге қоясыздар. Осы сұрақтарға жауап бергеннен кейін өз ұпай балдарыңызды санаңыздар. Егер сіздердің ұпайыңыз 5 балл болса, тамаша, сен бүгінгі сабақты өте жақсы меңгеріпсің, жарайсың. 3 пен 4 ұпай жинасаң, жақсы қатыстың. Қай сұраққа дұрыс жауап бермедің, сол жерін тағы қайталап ал. Бірақ сабақта сен белсенді болдың. Сен өз қатеңді түзетіп алатыныңа мен сенемін. 1 немесе 2 ұпай жинасаң, жаман емес.